Сәлем, менің есімім Ақниет. Дәл қазіргі уақытта Кореяда Дэджон университетінде бакалавриатта оқитын студентпін. Бүгін сіздермен корей тілін үйрену оңай ма, қиын ба, және де ол қанша уақытты алады деген тақырыпта сіздерге айтатын боламын. Корей тілін үйренгілеріңіз келетін болса, осы видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. 안녕하세요. 저는 한국의 대전대학교에서 공부하는 ақниет이라고 합니다. 오늘 영상은 한국어 배우기가 어려운지 궁금하신 분들께서 바칩니다. 사실 카자흐스탄 사람들에게는 한국어 배우기가 어렵지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 카자흐 언어와 한국어 언어의 문법이 비슷하기 때문입니다. сонымен ең бірінші жақсы жаңалық, қазақ тілін білетін кісілер үшін өте оңай деп айтатын едім. Себебі корей тілі мен қазақ тілінің грамматикасы бірдей. Яғни біз сөйлемді айтқан кезде Ақниет мектепке барады дейтін болсақ, ең соңында бізде етістік тұрады, барады Ақниет. Ал корей тілінде Ақниет 학교에 가요. Ол жақта да етістік соңында сөйлемнің. Яғни сөйлем құрастырған кезде сіз өзіңіз қазақ тілінде қалай ойланасыз, тура солай корей тілінде де ойланып сөйлем құрастырып кете бересіз. Яғни сіз корей тілін үйренген кезде тек сөздерін бастапқы кезде әріптерін, сөздерін жақсылап жаттап, кішкене грамматикасын үйренетін болсаңыз, онда сізге қиыншылыққа соқпайды. Сіз қазақ тілінде қалай ойлансаңыз, корей тілінде де тура солай ойланып, сөйлемді құрап кете бересіз. Екінші айтатын нәрсе, корей тілінде де қазақ тіліндегідей қиын әріптер, яғни о, ың деген сияқты бізде әріптер бар ғой. Мысалы, Қытайдан келген немесе Россиядан келген біздің достарымызға корей тілін үйренуге кішкене қиындыққа соғады, себебі сол әріптерді айтқан кезде, мысалы сол өздерінің елінде жоқ әріптерді айтқан кезде олар кішкене қиналып, ол сөзді дұрыс айтпайтын жағдайлар өте көп. Бірақ Кореяда мұғалімдер ол әріптерді жақсылап үйретіп, бірақ ол ұзақ уақытқа созылып, бірақ сонда да олар үйренеді әрине. Ал қазақтарға басқалардан қарағанда аздаған уақытта үйренуге болады, себебі бізде ол әріптер уже бар. Яғни мысалы басқаларға үйреткен кезде корей тілін мынаны былай айтасыңдар, ауыздарын былай ашасыңдар деген сияқты бәрін түсіндіреді. Ал қазақтарға просто ол, ал ың деген ол ың деген. Яғни бізде уже біздің тіліміз өте бай болғандықтан ол әріптерді айту бізге қиындыққа соқпайды. Жалпы адамдар туылған кезде олар қандай ұлтта туылатынын таңдамайды. Яғни сіз қазақ болып туылуыңыз мүмкін, немесе өзбек, немесе британ, немесе қытай, кез келген ұлтта сіз рандомнан туыласыз. Және де ол бала туылғаннан кейін ешқандай тілді біліп туылмайды. Ол туылғаннан кейін 1 жыл, 2 жыл бойы сол тілді әбден тыңдап, ата-анасынан тыңдайды, сырттан тыңдайды. Сол тыңдағаннан кейін әбден құлағына сіңгеннен кейін барып, 2-3 жылдан кейін бастап бала сөйлей бастайды. Сол сияқты сіз кез келген тілді сондай бір 2-3 жыл көлемінде оқи аласыз. Сол сияқты басқа, мысалы, сіз 2-ші, 3-ші, 4-ші тіл үйренген кезде сондай уақыт аралығында сіз үйрене аласыз. Алайда сіздің уже миыңызда бар ана тіліңіздің правилалары кішкене бір-біріне қарама-қарсы келіп қалуы мүмкін. Алайда корей тілінде ондай қарама-қарсылықтар жоқ. Яғни алдында айтып кеткенде қазақ тілі мен корей тілінің правилалары бірдей, грамматикасы бірдей. Сіздер қиындық деп айтуларыңыз мүмкін, ол иероглиф сияқты ғой деп. Бір көргенде, корей тілінің әріптері Қытай тілінің иероглифтеріне ұқсайды. Бірақ корей тілінің өзінің әріптері, яғни алфавиті бар. Иероглиф сияқты емес, кәдімгі қатып қалған алфавит. А десе А, О десе О, яғни сондай болып оқылады және жазылады. Сондықтан корей тілін үйренген кезде сіз алфавитті жаттап аласыз да, соны кішкене өздерінің правилалары бар, соларды қолданып сөйлеп кете бересіз. Жарайды, енді корей тілі оңай екен, ұқсайды екен, ал қанша уақытта үйренуге болады деген сұрақ болатын болса, негізі әр адам өзіне байланысты, бірақ мен срок қоя аламын, 1 жыл ішінде. Енді әркімнің мақсаты әртүрлі. Біреулер дораманы түсіну үшін үйренеді, біреулер мысалы Кореяға оқуға түскісі келеді, біреулер жұмыс істегісі келеді, біреулер жай сөйлесу үшін деген сияқты, немесе перевод, мысалы профессионалды перевод үшін үйренгісі келеді. Алайда сіздің мақсатыңызға байланысты уақыт көлемі ұзарып немесе қысқаруы мүмкін. Ғана кішкене түсіну үшін ғана үйренетін болсаңыз, 2 ай, 1 ай жетеді. Ал егерде сіз кәдімгідей сабақты, мысалы лекцияны түсініп, кәдімгі оқу кезінде, жұмыс кезіндегі нәрселерді түсінгіңіз келетін болса, онда 1 жыл көлемі сізге жетеді деп ойлаймын. Әрине, әр адам оқуы әртүрлі, ынтасы әртүрлі болғанмен, бірақ егер сіз кәдімгідей оқығыңыз келіп, күнде соған назарыңызды аударып, кәдімгідей внимание қойып оқитын болсаңыз, 1 жыл сізге жетеді деп мен айта аламын. Енді сіздерге корей тілін үйренген
бір ескертпе айтқым келеді. Ол не десеңіздер, корей тілін өтініш орыстардан үйренбеңіздер. Орыс мұғалімдерден. Корей тілінде о, ың сияқты әріптер бар деп айттым ғой. Олар орыс тілінде жоқ. Орыс тілінде о деген әріп жоқ қой, мысалы. Сол әріп жоқ болғандықтан олар кішкене қиындатып түсіндіреді. Мысалы, о үстінде черточка деген сияқты, ол уже сіз шатасып кетесіз. Ол үшін сізге қазақ тілді мұғалімдер сізге, мысалы, мынау о, мынау мысалы сізге қ деп, мысалы, мынау ың деп сізге жақсылап былай по полочкам қойып береді. Мысалы, мынау табыс септігі, мынау деген мысалы сын есім деген сияқты сізге түсіндіріп берген кезде, қазақ тілді мұғалім егер бар болса, сол жақсы деп ойлаймын. Бірақ енді қазақ тілді мұғалімдер білмеймін, көп емес шығар. Бірақ орыстардан үйренбеңіздер. Сол болғандықтан кішкене қиындатып сізге шатастырып жібереді. Қай тілді үйренбесеңіздер де сол елдің адамынан үйренген жақсы. Сондықтан ең жақсы жол ол корей тілін үйренгілеріңіз келсе, яғни корейцтерден үйреніңіздер. Кәріс халқының өзінен үйренгендеріңіз жақсы. Себебі сіз кәрісше сөйлеп бастаған кезде әріптерді дұрыс айтпасаңыз, ол кәріс адам, ол уже өзінің тілі ғой. Сіз дұрыс айтпаған кезде оның құлағын қажайтын болады. Сіз мысалы басқа әріптерді айтқан кезде қиналсаңыз, ол сізге былай айт деп сізге дұрыс бағыт беріп жібереді. Сіз дұрыс айтпасаңыз, ол құлағына дұрыс естілмеген екен, сізге пока ол сіз дұрыс прям идеально айтпайынша сізді жөндей береді, сіз кәрісше сөйлеген кезде прям таза айтатын боласыз. Неге мен әріптерге қатты көңіл бөліп жатырмын? Себебі корей тілінде бір әріп басқаша болып өзгеріп кетсе, ол уже басқа сөз, яғни басқа мағына беріп кетеді. Сол үшін сіз сол сөзді айтқан кезде прям кәрістер сияқты таза айтқаныңыз маңызды. Өйткені сіз егер Кореяға келіп сол сөзді айтып, сіз өзіңіздің ойыңызды түсіндіретін болсаңыз, ол сізді мысалы дұрыс айтпасаңыз басқаша түсінуі мүмкін. Сондықтан сөзді үйренген кезде 100% таза айтқан жақсы. Мен клиникаға немесе бір универден басқа жерге барған кезде мені осы корей халқынан ажырата алмайды тілімнен. Өйткені произношение өте таза, себебі бізде де ондай әріптер бар. Ол әріптерді мен оңай айтамын, қиналмай айтамын. Менің кейін уже мен атымды сұраған, басқа шетелдік екенімді біледі да, сөйтіп қай елден екенімді сұрайды. Сөйтіп Қазақстан деп айтқан кезде олар айтады, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Моңғолиядан келген студенттер көбінесе корей тілін өте тез үйренеді, және де олардың произношениесі таза, яғни тілді таза айтады, ешқандай қиналусыз. Сондықтан корей тілін тоқтатпай үйренгілеріңіз келетін болса, қазірден бастауға кеңес беремін. 제가 한국에 있을 때 발음이 엄청 좋다, 한국 사람 같다라는 말들이 많이 들었는데, 특히 카자흐스탄 사람들에게는 한국어 배우기가 쉽고 빠른 시간에 배울 수 있다고 생각합니다. 우리 말에 있는 아, 어, 응이라는 한글에서 그런 발음이 어려운 것들이 있는데 카자흐스탄 사람들에게는 어렵지 않을 거라고 생각합니다. 한국어 배우고 싶으신 분들께서 이 영상이 재미있을 것 같습니다. 앞으로 저 영상을 잘 재미있게 보시기 바랍니다. 감사합니다. 지금 한국어 배우는 중이라면 파이팅!